Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге бүгін мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Еңбекші Қазақ аудандық филиалының оқытушысы Балжан Жақсылыққызы Ахметова. Құрметті тыңдаушылар, алдарыңызға беріліп отырған суреттерден нені байқап отырсыздар? Иә, әдемі әлемнің алып қалаларын байқап отырмыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы кейбір қалаларға барған кезде. Грамматикалық тақырып мақсатты келер шақ. Сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болыңыздар, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Бейім, барынша, жауапкершілік, кездестіру, қолданушы, қолдау, ұстаным, лездеме, майда шүйде, өкінішке орай, ең бастысы орын. Жаңа сөздермен таныс болсаңыздар, сабағымызға қатысты бірінші тапсырма. Мәтінді менімен бірге оқып отырыңыздар. Әлемнің алып қалалары. Кейбір қалаларға барған кезде сіз міне керемет, қала деп осын айт деген кездеріңіз болды ма? Немесе мынау нағыз лас қала ғой. Адамдары қалай өмір сүреді? Экологиясы тым нашар екен, мұндай қаланы бұрын көрмеппін. Қашан кетемін бұл жерден? Деген кездеріңіз ше? Әрине, барлық қала жақсы, керемет дей алмаймыз. Басқа мемлекет, басқа қала туралы алдын ала біліп алғанымыз өзімізге жақсы. Әлем бойынша экономика, әлеумет, денсаулық сақтау, білім беру жүйелері, қоғамдық көлік мәселелері жөнінен Ванкувер, Вена, Цюрих бірінші орында тұр. Ал Сидней, Оукланд және Копенгаген екінші тізімде екен. Бұл қалалар неге ерекше? Нью-Йорк қаласы 50-ші орында екен. Америка Құрама Штаттарының қалалары неге төменгі орында? Себебі онда қылмыс өте көп. Лондон халықаралық қатынастары өте жақсы дамыған қала. Әлемдегі ең төменгі дәрежедегі қала Конгодағы Браззавиль. Бұл қалада азаматтық көтеріліс бірнеше жылға созылған. Оқып болсаңыздар, сабағымыздың екінші тапсырмасына мән беріңіздер. Әлемнің алып қалалары. Мәтіні бойынша дұрыс, қате ақпаратты белгілеп жазып шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Мәтін қалалар туралы. Дұрыс. Ең жақсы қала Нью-Йорк. Қате. Лондонда жол кептелісі көп. Қате. Браззавиль дәрежесі төмен қала. Дұрыс. Өмір сүруге қолайлы қала Ванкувер.
Дұрыс. Шулы, қылмысы көп қала, Нью-Йорк. Дұрыс. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар. Сабағымызға қатысты грамматикалық тақырыпқа тоқталайық. Мақсатты келер шақ. Мақсатты келер шақта етістік арқылы іс-әрекеттің өту, болу мақсаты айтылады. Мысалы, Нұрсұлтанға ертең жүрмекпін. Жасалуы. Етістік. Мақ, мек, пақ, пек, бақ, бек. Жұрнақтары арқылы жасалады. Жіктік жалғауы. Жекеше түрінде мен оқымақпын. Сен оқымақсың. Сіз оқымақсыз. Ол оқымақ. Көпше түрі. Біз оқымақпыз. Сендер оқымақсыңдар. Сіздер оқымақсыздар. Олар оқымақ. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырып түсінікті болса, сабағымыздың 3-ші тапсырмасы. Сөйлемдерді мақсатты келер шаққа айналдырыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Мен сенбіде кинотеатрға бармақпын. Әлия бөлмесінің жиһаздарын жаңартпақ. Қала сыртынан үй сатып алмақ. Мен кеңсемді жалға бермекпін. Біз басқа қалаға көшпекпіз. Сіз таңғы жаңалықтарды көрмексіз. Анамның туған күніне сыйлық алмақпын. Сіздің немереңіз биыл мектепке бармақ. Біздің елге шетелдік қонақтар келмек. Тапсырманы тексеріп болсаңыздар. 4-ші тапсырма. Дұрыс жауапты таңдаңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріңіздер. Мен ертең жаңа үйіме көшпекшімін. Біздің қалаға туристер осы жазда көп келмекші. Сіздердің отбасыларыңыз жазда қайда барып демалмақшы? Оның баласы шетелге оқуға кетпекші. Сен ертең дәрігерге бармақшысың. Құрметті тыңдаушылар, тапсырманы тексеріп болсаңыздар, назарларыңызға үй тапсырмасы. Берілген суреттерге мұқият болыңыздар. Қазақстанның қай қалаларына бардыңыз? Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.